бір заманда бүгін Байбатыр қайтыс болғанда осы жерден жаңағы неге апарған ғой Түркістанға. Сол кезде өткенде қаралы өткел болып, сол қара өткел деп аталған дейді. Ғалияның бізге бұған дейін бір суреті ғана жүретін. Ғалияның шамамен бір 37-38-40 талқындап қалған шағында басында жаулығы бар, орамалы бар суреті болатын. Ол неліктен оранды деген кезде Ғалияның шешек ауруымен ауырғандығы, алқымында, бет жүзінде шешектің дақтары болғандығын, соны жасырғандығы жайлы деген мәселе бар. Астананың бұрынғы атауын Ақмоламен ғана байланыстыратындар. Бұрында бұл өңірде хан атаулы арнайы тоқтап, тіпті кейбір хандар орда тіккені туралы біле ме? 9 жолдың торабы және дипломатиялық келіссөздер мен сауда-саттықтың негізгі алаңы болған Астананың ескі атауы Қараөткел. Бұл тарихи атау бүгінде қалаға жақын, осы елді мекенге ғана берілген екен. Аса танымал болған о заманда. Енді қазақтың әндерінде де бар, Ғазиздің әнінде әнші жоқ Қараөткелде менен асқан дейді. Яғни бұл Қараөткел деген сол кезде бір базар қайнаған, бір ғажап жер болған сияқты. Ғазиз ақынның негізі ұлты татар дейді, бірақ енді сондай қазаққа сіңген, қазақ арасында өскен керемет әнші, ақын болған. Ол өзінің сөзінен айтып тұрғанда, енді ол кісіден де көп дерек жоқ, бірақ жаңағы әнші жоқ Қараөткелде менен асқан деп айтылады бір версияда, ақын жоқ Қараөткелде менен асқан деп айтылады. Яғни о замандағы өз салт елдердің өз ақын, өз әнші болған ғой. Бұл енді жаңағы қалыпты нәрсе, енді ол татар дегенмен де енді ұлты арғы көшіп келген бір уақытта қазаққа сіңген татарлар шығар. Мысалы Майранда татар деп айтады, бірақ олардың бәрі қазаққа сіңген, қазақтың әнін қалыптастырған азаматтар. Сондықтан оларды біз қазақтың салт елдері деп қабылдаймыз өзімізді. Жалпы бұл өңір туралы Сәкен Сейфуллин Ақмоланың ескі атауы Қараөткел, есілдің бойына ел қонған, сауда-саттық жүрген жер деп жазады. Ал Міржақып Дулатов Қараөткел маңында қазақ қонысы азайып барады десе, Сәбит Мұқанов есілдің өткел берген жерін ел Қараөткел деп атаған дейді. Ал қазаққа жаны жақын Потанин Қараөткелдің орда болатынын одан бұрын болжаған екен. Әлихан Бөкейхан Потаниннің мерейтойына арналған жазбасында ғалым туралы: егер қазақта автономия қылатын болса, Қараөткел Алаштың ордасы. Бұнда университет ашып қазақ балаларын оқытсақ, сондай-ақ Абай, Ахмет, Міржақыпты тапқан қазақты Европаға бір танытар едік дейтін Григорий Николаевич деп жазады. Тарихшы Жамбыл Артықбай Потаниннің әулиелігі қабыл болды дей келе, Қараөткел құпиялар атты еңбегінде Астана тарихына тоқталады. Онда Қараөткел сөзін кейбіреулер қанды өткел деп негізсіз бұрмалағанын айтады. Бір заманда бүгін Байбатыр қайтыс болғанда осы жерден жаңағы неге апарған ғой Түркістанға. Сол кезде өткенде қаралы өткел болып, сол қара өткел деп аталған дейді. Бірақ мен оған аса келісе бермеймін өзім. Бұл енді аңыздың әртүрлі версиялары ғой, бірақ негізінде қара деген қазақты үлкен деген ұғым береді. Қара шаңырақ, қара домбыра деген сияқты, қара кемпір, қара шал деген сияқты бір қазақтың ұғымдары бар ғой. Қара деген бір қасиетті, үлкен деген ұғым береді. Негізі Қараөткел сөзі көп қазаққа өте түсінікті және анық. Алайда көне түркі тілі жағынан келетін болса, қара сөзі түстен көрі көбінесе үлкен, негізгі, байырғы деген мағынаға көп саяды. Тағы бір деректерде есілге қатысты. Есілдің Қараөткелі ені жағынан 75 метрге дейін созылып жатқан, тереңдігі тізеден сәл асатын және табаны тастақ өткелдердің бірі болғандығы туралы айтылады. Бұл Сарыарқадағы керуен өтетін ең негізгі және қауіпсіз өткелдердің бірі болғандығын білдіреді. Сонымен Қараөткел тек өткелдің айналасындағы атауған емес. Бұл жер мыңдаған керуен өткен, геосаяси маңызы зор, сауда мен өркениет тоғысқан аймақ. Сондықтан қала тарихын 19 ғасырдағы орыс әскери гарнизонынан емес, одан әлде қайда бұрынғы кезеңдерден бастап зерттеу керек деп отыр. Сол кезеңдерде Қараөткел арқылы Түркістаннан Сібірге, ал батыстан Алтайға, орталық Азиядан Ресейге жүретін керуендер өте көп болды. Мәселен, Мәуереннахр, Ташкент, Түркістан аймақтарынан Қараөткел арқылы Ресейге жүретін керуендерді Сәмеке мен Әбілмәмбет ханның ұрпақтары бақылауда ұстаған. Яғни бұл жер ежелгі өркениеттің қақпасы деп те айтуға болады. Ал Ақмола атауы Тайтөбеде алғашқы әскери бекініс орнағаннан кейін, округ құрылғаннан кейін ресми құжаттарда кездесе бастады. Дегенмен алғашқы жылдарында Қараөткел атауы қолданылғаны туралы кейбір кітаптарда Қараөткел деп жазып көрсетеді.
ғалия күнімде сен ай қабағым болып тартылар күлімдесең менің көңілім ғалия табаласын ай ауа тиіп ау секілді Бұл қазақтың белгілі әншісі әрі балуаны Нұрмағамбет Баймырзаұлының ең танымал әні. Тарихта балуан Шолақ есімімен белгілі. Әннің кейіпкері Ғалия Сұлу да Қараөткелде балуандай серіні жолықтырса да, небәрі 40-тан асқан шағында дәм тұзы таусылып өмірден өткен екен. Балуан Шолақпен қосыла да алмаған. Ал Астанадағы ескі зиратта Ғалияның мазары бар екен, бүгінде біреу білсе де біреу білмейді. Ғалия 19 ғасырдың соңында арқада өмір сүрген ару. Кейбір деректерде оның қала медресесінде білім алғаны және өнерге құштар болғаны соншалық сырнайшы қыз атанған туралы жазылады. Тағы Ғалия жастайынан тұрмысқа ерте шықса да, бірінші жолдасымен заң жүзінде ажырасып, өзінің құқығын қорғап шыққан екен. Яғни Ғалия Қараөткел өңіріндегі көзі ашық арулардың бірі болған. Ғалиямен немерелес тоқсатын Қаратайдың Бейсегі деген кісі, ол кісі адвокат болған, сот болған, Жаңарқа аудандық атқару комитетінің ең алғашқы төрағасы болған кісі. Сонысына қарағанда бұл әулет кәдімгідей оқыған адамдар. Енді Ғалияға қатысты дәл менің оны қай жерде оқыған, қандай медресе оқығандығы жайлы менде қолымда дерек жоқ. Бірақ Ғалияның харпты жыға танитыны, арыз жаза алатындығы, өзінің белгілі бір басындағы болып жатқан белгілі бір жағдаяттарды баяндай алатын ахуал болған. Енді жаңа балуан Шолақпен ақ ол кісінің көңіл беруі, екеуінің арасындағы жаңағы тұтанған махаббатқа Ғалияның кетәрі болмауының өзі ол кісінің соншалықты өнерге ықтиятты болғандығын, өнерді түсінгендігін, былайды өзде өнерпаз адам болғандығын, енді оның жаңа өнерге қатысты дүниесінің бір мынау ісмерлігіне байланысты өте шебер адам болған, өте шебер адам болған. Ғалияның бізге бұған дейін бір суреті ғана жүретін. Одан кейін осы бір 8-10 жылдың бедерінде бір екінші сурет айналымға түсе бастады. Бұл жаңағы бірінші сурет 90 жылдардың басында тиесілі сурет. Бұл енді тапты деп берген адам, осы сурет әкеп табыстады деп берген адам Марат Нәбиев деген кәсіпкер, оны білесіз, Паң Нұрмағамбет деген қазақтың ұлы тарихи тұлғасы бар. Сол кісінің бұл жиендері болып саналады. Сол Паң Нұрмағамбеттің сол жиені Марат Нәбиев берді деген сурет тапты деген 90 жылдардағы сол бірінші сурет, екіншісі бұл 2007 жылдар табылған. Бұны тауып отқан міржақыптанушы Марат Әбсәмәтов деген адам. Оны бұл өлкетану музейінен таптым деді. Ол кісімен тілдестім. Артында Ғалия деп, Ғалия деген жазуы бар, Қараөткел деп жазылған деп. Ал енді бұл суреттердің көбі дені негізі Константин Чах деген адамға тиесілі. Константин Чах осы әсіресе Ақмола өңіріндегі, ол кезде Қараөткел төңірегіндегі суреттердің дені осы Константин Чахқа тиесілі. Махаббат тақырыбындағы ең танымалы ән де Қараөткел өңірінде жазылады. Балуан Шолақ Ғалияға үйленгісі келсе де арада қалың мал дауы туады. Осы мәселені шешу үшін ол Көкшетауға аттанады, бірақ сол жерде ұсталып, 80 өгіздің жаласы жабылып қамалады. Балуан Шолақ кейін Қараөткелдегі түрмеге ауыстырылады. Осы жерде Ғалияны сағынғаны соншалық оған осы әнді арнап жазады. Тіпті кейбір деректерде ол түрме әкімшілігінен рұқсат алып, осы маңда Ғалия болса мені еститін шығар деп биікке шығып, Ғалия әнін айғайлап тұрып салғаны жазылған. Әппақ қардай етіңнен бір күн ауру, бір күн сау жаздың ба деп
жағдаяттарды баяндай алатын ахуал болған. Енді жаңа балуаншылықпен ақ ол кісінің көңіл беруі, екеуінің арасындағы жаңағы тұтанған махаббатқа Ғалияның кетәрі болмауының өзі ол кісінің соншалықты өнерге ықтиятты болғандығын, өнерді түсінгендігін, былайды өзі өнерпаз адам болғандығын, енді оның жаңа өнерге қатысты дүниесінің бір мынау ісмерлігіне байланысты өте шебер адам болған, өте шебер адам. Қадайын Дарин ол жақта қымыздың отаны ғой. Сол осы жерде мына біздің Қараөткелде, осы Ақмолада бұрынғы сол қазіргі тұрған мынау Астана концерт залы, бұрын конгресс холл. Сол жерде бір жәрмеңке сияқты бір базар болған болса керек. Сол жерде қымыз сатқан дейді. Яғни сол жерде сол қымыз сатып өздерінің жаңағы несін жүргізген ғой, кәсібін. Сол жерде біздің балуаншылық атамызбен кездесіп, сол жерде көріп балуаншылық оған ғашық болып, сол өзінің әндерін жазған сияқты. Соның жаңа балуаншылық бір рет емес бірнеше мәрте кездескен сияқты, себебі Ғалия әнінің варианты біреу емес бірнеше ғой. Әртүрлі вариантта айтылатын әндер бар, яғни ол кісі әр кездескен сайын шығатын вариант қой. Сондықтан жаңағы балуаншылық атамыз шындығында Ғалияны көрген, кездескен, оған ғашық болған. Жалпы көп деректерде Ғалия мен балуанды Қараөткел өңірінде жолыққан деп айтады. Ал Сәбит Мұқанов өзінің көркем туындысында олардың алғашқы кездесуін ерекше суреттейді. Онда Ақмола мен Қызылжар өңірінің ортасындағы Тайынша ауылында балуан шолақ алғаш рет күреске түседі. Дәл сол жерде түйе балуанды жеңіп, бүкіл олжасын халыққа бөліп береді. Осы кезде топтың арасынан шыққан Ғалия балуанның иығына қызыл шапан жауып, орамал том болмаса да жол болады деп оған ақ орамал ұстатқан екен. Сол қымыз бен қыз мәселесі деген бір өзі қызық дүние. Осы жерде сол сал-серілердің келуі Қараөткел шын мәнінде келгенде тек сауда-саттықтың ғана емес, сал-серілердің үлкен рухани ордасы болған, мәдени ошағы болған. Осы жерге келіп жәрмеңкесі бар. Одан кейін Қараөткелдің көп қызығы, Қараөткел есімдері мәдени өлеңдерінде көп. Келдім де Қараөткелде бір жылқыстадым дейді ғой. Міндім де қара көкпен жылқыстадым деген секілді. Қараөткел, Мәдидің шығармаларында. Қараөткел көп кездеседі. Қараөткел сонысына қарағанда осы бір сал серінің көп түйісетін, сол кезде бір рухани орда болғандығын аңғарамыз. Ғалия күнімде сен ай қабағым отар күнімде сен менің көңілім Ғалия Beyimden sen Oy pırmanşan sevdim Kariya bedinin Hep bakkarda yedengin Bir gün ağırım, bir gün sağ Yazdım derdin Hep bakarda yedengin Bir gün ağırım, bir gün sağ Yazdım derdin
сен